Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте оңай пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Пирог қолжетімді заттардан тұрады, тез дайындалады. Пирогтың дәмі кексқа ұқсайды. Міндетті түрде дайындап үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керегі ұн, сұйық май, айран, құмшекер, жұмыртқа, разрыхитель және ванилин. Пирогтың құрамын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ыдысымызға жұмыртқаларды жарып, миксермен бір шайқап аламыз. Жақсылап көпіргенше шайқаймыз. Міне біздің жұмыртқаларымыз көпіршіктеніп бір есеге көтерілді. Енді осының үстіне жаймендеп құмшекерімізді саламыз. Бірден салуға болмайды. Үшке бөліп салсаңыздар жақсы болады. Тағы да миксермен араластырамыз. Аппақ көбік болғанша осылай миксермен шайқаймыз жақсылап. Үш есеге көтерілуі қажет, сонда пирогтарымыз биік, әдемі болып шығады. Енді осының үстіне айранымызды және сұйық майымызды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхитель және ванилинімізді қосып, үшеуін бір араластырып, кейін біздің қамырымыздың үстіне жаймендеп құятын боламыз. Бірден ұнды салып жіберуге болмайды. Аз-аздан миксермен шайқап отырып, аз-аздан салып отырамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пешке саламыз пирогымызды, мұздай пешке салуға болмайды. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қоймалжың қаймақ тәріздес болып шығады. Енді осы қамырымызды формаға саламыз. Форма менде 24 диаметр. Фольга немесе пергамент төсеп, қамырларыңызды салып, пешке саламыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, нәзік, биік, әдемі болып шықты. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.